Биологиялық даталардың көмегімен өмірбаянымды жазамын. 41-ші сабақ. Мен сабақтағы тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін, сендер дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Және каналға тіркеліп, лайк басып қояйық. 15-ші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқы. Атасы Бекжанның білуге деген құштарлығына ерекше ден қояды. Ылғи жөн сілтеп отырады да жиі пысықтайды. Бекжан, сен кімнің баласысың? Атамның баласымын. Өзің кімсің? Қазақпын. Қайда тудың? Алматы қаласында. Сен қай тілде сөйлейсің? Қазақ тілінде сөйлеймін. Отаныңды білесің бе? Менің отаным Қазақстан. Ер жеткенде отаныңа қызмет етесің бе? Барлық күш-жігерімді отаныма арнаймын. Мәтін арқылы Бекжанның өмірбаянын біле алдың ба? Иә, мәтін арқылы Бекжанның өмірбаянын толық біле алған жоқпын, өйткені оның қаншаншы сыныпта оқитынын, қаншаншы жылы дүниеге келгенін, және де оның қандай сыныпта оқитынын біле алған жоқпын. Бекжанның өмірбаянын білу үшін сендер қандай сұрақ қою керексіңдер? Бекжанның өмірбаянын білу үшін біз Бекжан, сенің жасың қаншада? Қай жылы дүниеге келдің? Қай жылы мектепке бардың? Қазір қаншаншы сыныпта оқисың? Деген сұрақтарды қоюымыз керек. Сұрақ қою үшін төмендегі ақпаратпен таныс. Өмірбаян дегеніміз адамдардың өмірі туралы әңгіме. Өмірбаян адамның туған жылы, айы, күнінен басталады. Одан кейін тұрған мекен-жайы, отбасында қанша адам тұратыны туралы баяндалады. Ата, ататай, қазақ, қазақша сөздерін салыстыр, олардың мағынасындағы өзгерісті байқа, өз өмірбаяныңды жаз. Біз балалар өзіміздің өмірбаянымызды мына жердегі кестедегі өмірбаян дегеніміз қандай болатындығы туралы өзіміздің өмірбаянымызды осыған сәйкестендіріп жазып кетеміз. Және туған туысқандарыңды қалай жақсы көресің, сезіміңді қалай білдіресің, ишара арқылы көрсет. Осы сұраққа комментарияға жазып кетіңдерші. 16-шы тапсырма. Суретте берілген жануарлардың атын пайдалану арқылы мәтінді толықтырып жаз. Халықтың жыл санау есебінде 12 жыл аты бар. Қазақша жыл санау бойынша жылдар былай аталады. Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, маймыл, тауық, ит, доңыз. Тышқанның қалай жылбасы болғанын есіңе түсір. Ертеде аңдар жылбасы болуға таласып қалады екен. Бір күні тышқан айтады: егер таңертең кім күнді бірінші көретін болса, сол жылбасы болсын дейді. Оған келіскен барлық жануарлар таңға дейін ұйықтамай күннің шығуын күтеді. Және де тышқан қулық жасап, түйенің өркешіне шығып алады да күнді бірінші тышқан мен көрдім деп айқайлайды. Сонымен жылбасы тышқан болып саналып кеткен екен. Қарамен берілген сөздерге назар аудар, олардың түбірін тап. Қарамен берілген сөздер: халықтың, қазақша. Халықтың деген сөзіміздегі түбір халық, тың дегеніміз бізде жалғау. Қазақша дегенде қазақ түбір, ша дегеніміз қосымша. Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейді. Татулық, достық, жазушы. Шығармашылық үзіліс. 17-ші тапсырма. Ойлан тап. Бір үлкен кісі сұраған соң, жасымды айтып едім. Қозы жасында екенсің ғой, деді. Түсінбесем де қайта сұрауға ұялдым. Қозы жасы деген нені білдіреді? Сұрақтың жауабын сөздіктен біліп ал. Қозы жасы дегеніміз ол әлі кішкентай бала. Жас екенсің ғой деген мағынаны білдіреді, балалар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырма сендерге түсінікті болған болса, алғыс ретінде каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Және де тапсырма түсініксіз болса, комментарияға жазып жіберсеңдер, мен келесі сабақта міндетті түрде жауап беретін боламын.